Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Қазір менің жасым 35-те. Тұрмыс құрғаныма биыл 10 жылдан асты. Алматы қаласында үлкен компанияда жұмыс істеймін. Шүкір, табысым да жаман емес. Мені ата-анам жастайымнан ұқыптылыққа, жауапкершілікке тәрбиеледі. Өзімнен кейінгі сіңілім мен інім де сабақты жақсы оқыдық. Ата-анам бәрімізді жоғарғы оқу орнына түсірді. Бір сөзбен айтқанда, мен өзімнің өте өнегелі отбасында тәрбиеленгенімді мақтан тұтамын. Әкем де, анам да қарапайым жандар. Мен олардың бізге, яғни балаларына тек ата-ана емес, дос бола алғандарына шексіз алғысымды білдіремін. Мен оқуымды бітіріп, қолыма дипломымды алып, бірнеше жыл жұмыс істеп, өз аяғымнан тұрғаннан кейін тұрмысқа шығамын дейтінмін. Сол сөзімде тұрдым. Оған дейін басқа жігіттермен дос болып араласып жүрсем де, өзіме жақындатқан емеспін. Тіпті өзім бір жігітке қатты ғашық болсам да, оның шыдамсыздығын кешіре алмадым. Атын айтпай-ақ қояйын. Мен ол жігітпен алғаш компанияға жұмысқа кірген кезде таныстым. Өзі сымбатты, білімді жігітті ұнатпаған қыз жоқ. Бірақ ондай келісті жігіттердің қызғұмар болатыны белгілі ғой. Сондықтан мен оған өзімнің ұнататынымды білдірмей, ал ол маған көңіл білдіріп қылмыңдай бастаса, өзімді қатал ұстауға тырыстым. Бірақ біраз уақыт өте келе екеуміз жақсы дос болып кеттік. Жақсы араласа бастағанымызға бір жылдай болғанда, ол 8 наурыз мерекесі қарсаңында маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Алғашында мен оның мұнысын әзілдеп ұқтым. Бірақ ол маған күнде гүл, сыйлық әкелуден жалықпады. Ұсынысын қабыл алғанымша маза бермеді. Сонымен екеуміз алдағы жазда тойымызды жасайтын болып келістік. Қыз бен жігіт ретінде жүріп жүрдік. Мен оның ұсынысын қабыл алғаннан кейін жігітім маған төсек қатынасы жайлы жиі айтатын болды. Мен оған бірден үзілді-кесілді қарсы болдым. Тек тойдан кейін ғана бірге болатынымызды, босағаны пәк болып аттағым келетінін айттым. Осы үшін екеуміз талай мәрте ұрсысып қайта татуластық. Бірде компанияда істейтін дос қызыма жігітімнің төсек қатынасына мені үгіттеп жүргенін айтып қалғаным сол еді. Оның маған айтқан әңгімесі есімнен тандырды. Сөйтсем, менің болашақ күйеуім мен алғаш жұмысқа келген кезімде өзіне назар аудармағаным үшін қайтсем де осы қызды өзіме қаратып, онымен төсектес боламын деп компанияда жұмыс істейтін жігіттермен бәстескен екен. Әлгіні күнде жанымда жүрген дос қызымнан естігенде сезімімді айтып жеткізе алмаймын. Шындыққа көзімді жеткізу үшін бірден жігітіммен ашық сөйлестім. Іштей әлгі қыздың айтқаны жалған болса екен деп тілесем де, жігітімнен шындықты талап еттім. Алғашында қипықтап мойындағысы келмегенмен, мен оның көзінен ақ мені алдағанын, өзінің дегеніне жеткеннен кейін үйленбек түгіл мені танымай кетпек ойы бар екенін білдім. Сөйтіп мені бір Алла үлкен қателіктен, осындай надан жігіттен сақтады. Мен осы жағдайдан кейін ешқандай жігітке сенбейтін болдым. Бірақ қанша дегенімен қыз баласының басты міндеті отбасын құрып ана атану ғой. Оның үстіне жасымда 25-ге келіп қалды. Сөйтіп жүргенімде бір жиында өзімнің бірге оқыған курстас жігітімді кездестіріп қалдым. Оқып жүргенде сондай сабырлы, мінезі жуас жігіттің тіпті арамызда бар жоғы білінбейтін. Ол да отбасын құрмапты. Ол банктердің бірінде менеджер болып жұмыс істеп жүр екен. Сонымен екеуміз бір-бірімізбен телефонымызды алмасып бірнеше мәрте кездестік. Көп ұзамай екеуміз отбасын құрдық. Отбасылық өміріміз бір қалыпты өтіп жатты. 1-2 жыл екеуміз де жұмыс басты болып, арамызда баланың болмай жүргеніне де алаңдамадық. Денсаулығымыз жақсы. Жаратқан өзінің қалаған уақытында берер деп сабырлық танытуға тырыстым. Бірақ әрине, ай сайын қуанышты жаңалық күтетінмін. Бірақ отбасын құрғанымызға 3 жылдан асқанда менің бойымды балалы болмай қалсақ қайтемін деген қорқыныш билеп алды. Күйеуім екеуміз біраз дәрігердің табалдырығын тоздырдық, бірақ нәтиже болмады. Бәрінің айтатыны, бәрі жақсы, тек жолдасыңыз аздап ем алу керек, балаларыңыз болады дейді.
Күйеуім екеуміз де біраз уақыт ем алдық. Осы кезде менің жуас күйеуімнің мінезі шыға бастады. Ол мені бұрыннан да қатты қызғанатын, бірақ мен оған ешқандай күдік тудыратындай әрекет жасамағаннан кейін өзін-өзі ұстайтын. Бірақ уақыт өте келе ол мені көлеңкесінен де қызғанатын болды. Жұмыстан келсем ұялы телефонымды тексереді, соңымнан аңдиды, ойда жоқ кезде жұмысыма келеді. Әйтеуір өзінің қызғаншақтығымен мені әбден мезі қылды. Маған қатты айғайлап қол көтермесе де оның тіміскілеп менен күдіктенгені әбден қанымды қайнатты. Одан кейін ішетінді шығарды. Ішіп алып күшейіп, кіммен болдың, қайда болдың, сен мені менсінбейсің, біреуің бар деп оттайтынды шығарды. Өзім балалы бола алмай жүргеніме жаным күйзеліп жүргенде күйеуімнің бұл қылықтары жүйкеме тиді. Күйеуіме де өміріме де өкпелеп жүрген күндердің бірінде өзімнің алғаш жүрген жігітімді кездестіріп қалдым. Ол екеуміздің арамыздағы жағдайдан кейін компаниядан кетіп қалғанын айтты. Қанша айтқанмен бұрын өзім қатты ұнатқан жігіт қой, оны көргенде қуанып кеткенімді жасыра алмадым. Ол да мені көргеніне қуанышты екенін айтып, екеуміз бірге тамақтандық. Өткен кеткенді еске алдық. Сол кезде ол маған жігіттермен бәстесіп, сені өзіме қаратып аламын дегенім рас, бірақ кейін шын ғашық болып қалған едім дегенде не дерімді білмедім. Күйеуімнен әбден көңілім қалып құлазып жүрген кезде алғашқы махаббатыммен сол түні бірге өткіздік. Осыдан кейін өзімді қатты кінәлі сезініп, күйеуіме бар шындықты айтып, онымен ажырасқым келді. Онсыз да менен күдіктеніп жүрген күйеуімнің кешірмейтіні белгілі ғой. Қанша рет айтайын деп оқталсам да батылым жетпей жүрді. Сөйтіп жүргенде күйеуім маған, жаным, мені кешірші. Білем, сені ренжіттім, ақымақ болдым, бірақ мен сені жақсы көремін. Үлкен адамдарша ақылға салып өмірімізді қайта бастайықшы. Құдай бұйырса баламыз да болады демесі бар ма? Жолдасыма не дерімді білмей жылай бердім. Осы жағдайдан кейін мен өзімнің жүкті екенімді білдім. Оны естігенде күйеуімнің қалай қуанғанын көрсеңіз. Ол мені аялап тіпті үйдің тірлігіне дейін өзі тындырып тастайтын болды. Құрақ ұшып өзімді жақсы көріп тұрған күйеуіме баланың оныкі емес екенін, көзіне шөп салғанымды сол күйе айта алмадым. Қазір баламыз 5 жасқа келді. Әкесі ұлын жанындай жақсы көреді. Сондықтан мен өзімнің кешірілмес күнәмді жан жарымнан жасыруға мәжбүрмін. Оның жүрегін жаралағым келмейді.